Келес ауданында да жаз мезгілінде тұрғындардың демалысын көңілді өткізуге арналған кешкі концерттер легі бастау алған еді. Күні кеше аталған науқанның соңғы шығарылымы өтті. Онда ауданның өнерпаздары ән салып, көрерменге көңіл күй сыйлады. Қошқарата ауылындағы кешке қатысып қайтқан әріптесім нақтырақ айтып берсін. Қошқарата ауылындағы шараға өңірлік мәдениет үйінің өнерпаздары ұйытқы болыпты. Ең алдымен шарада аумақтың әжелері тобы халық әндерін орындады. Сонан соң кезек эстрадалық бағыттағы әуендерге ауды. Аталған кеш жаз мезгілдерінде ұдай жүргізіліпті. Бүгін соңғы күн. Көрермен жағы жоғары баға беріп отыр дейді мәдениет үйінің директоры. Біздің Қошқарата ауыл елді мекенінде былтыр ғана жаңадан ашылған мәдениет сарайы, мәдениет үйі. Бұл жерде жаңағы бүгін ең соңғы күн, 17-ші күн, соған біздің осы Қошқарата ауылдың мәдениет үйінен екі өнерпаз атсалысып жатыр. Және үйірмеге қатысушы қыздарымыз әндерін айтады осы жерде міне қазір. Жалпы бұл халыққа рухани азық, көңілді демалыс. Осы елді мекенге халық тұрғындарына арнап жаңағы әр іс-шараларымызда жаңағы айтулы даталы күндердегі болып жатқан іс-шараларымызда концерттік бағдарламамыз соңынан болады. Одан қала берсе үлкен ауқымды концертіміз кешегі Наурыз мерекесі қарсаңында осы елдің бүкіл игі жақсыларының бәрі осында болып концертімізді тамашалап оң бағасын беріп кетті бәрі. Гала-концерт осымен жабылды, ал мәдениет қызметкерлері алда атаулы күндерге ауқымды жобаларымыз бар деп отыр. Мейірхан Бақытжанұлы, Нұрдәулет Жолбарыс, Сәтле арнасының жаңалықтар қызметі.